Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін біз сендермен 65-ші сабақтың тапсырмаларын орындайтын боламыз. Бірінші тапсырмада мәтінді оқып, мәтін бойынша тапсырмалар орындау қажет. Мәтін не туралы? Мәтін өнер түрлері туралы. Яғни өнер түрлеріне сөз өнері, мүсін өнері, сәулет өнері және де тағы да басқалар жатады. Өнер және оның мақсаты туралы. Яғни өнердің мақсаты дегеніміз бұл адам өмірін, қоршаған ортаны көркемдік тұрғыдан игеру. Өнердің мақсатын қалай түсінесің? Өнердің мақсаты өмірде болған әртүрлі оқиғаларды өзгертіп, түрлендіріп, әдемілеу. Екінші тапсырма, бұл жерде біз көптің орнына тиісті сөз табын қойып, мәтіндік көшіріп жазу қажет. Яғни бұл жерде бізді сені жан-жағыңнан заттар қоршап тұр, сол заттардың атын білдіретін сөздерді зат есім дейміз. Келесі заттардың қимылын, іс-әрекетін білдіретін сөздер етістік деп аталады. Заттар әр алуан белгілерге ие. Мұндай белгілер сын есім және сан есім арқылы айтылады. Мәтіндегі тірек сөздеріміз заттар атын, қимылын, іс-әрекетін белгілерге деген сөздер. Яғни біз бұл тірек сөздер арқылы сөз таптары жайында әңгіме қозғалып тұрғанын біз көре алады екенбіз. Келесі орындайтын үшінші тапсырмамыз, бұл жерде біз мақалды көшіріп жазу керекпіз. Ақыл көпке жеткізеді, өнер көкке жеткізеді. Яғни бұл жерде бізде жеткізеді етістікке ақыл зат есім. Жеткізеді не істейді? Етістік не? Өнер зат есім. Яғни осындай сөз таптарына жатады. Төртінші тапсырма бойынша біз әр сөз табы туралы білетінімізді айту керекпіз. Зат есім нені білдіреді? Қандай сұрақтарға жауап береді? Зат есім заттың атын білдіріп, кім не деген сұраққа жауап береді. Етістік қимылды, іс-әрекетті білдіріп, не істейді, не қылды, қайтты деген сұрақтарға жауап береді. Сын есім заттың түрін, түсін, сынын білдіріп, қандай, қай деген сұраққа жауап береді. Сан есім заттың санын, ретін білдіріп, қанша, неше деген сұраққа жауап береді. Кестені пайдаланып сөздерді сөз таптарына талдау керекпіз. Яғни бұл жерде бізге берілген сөздер өнер, көркем, эстетикалық, игеру, сомдайды. Яғни бұл жерде бізде бірінші өнер деген сөзіміз не деген сұраққа жауап береді? Зат есім. Көркем қандай? Сын есім. Эстетикалық қандай? Сын есім. Игеру не істеу? Етістік. Сомдайды не істейді? Етістік.